Мен Рымбек Аймир, 6 сынып оқушысымын. Тарихи және маңызы зор өңір. Қарқаралы атауының шығу тарихи туралы бірнеше аңыз әңгімелер бар. Соның ішіндегі ең кең тараған Қарқара сөзінен шыққан туралы. Менің туған өлкем қазыналы, көркем табиғатты мекен. Бұл жердің әрбір тасы мен әрбір гүлі мен үшін ыстық. Туған өлкемнің көгілдір аспаны, жайқалған даласы, сыңғырлаған бұлағы бәрі де жүрегіме жақын. Бұл өлкемде мен алғаш қадам басып, туған тілімде сөйлеп, білім ала бастадым. Мұндағы адамдар қонақжай, мейірімді, әр ауылдан, әр қаланың өз тарихи, өз шежіресі бар. Сол тарихты білу менің парызым. Туған өлкені сүю, табиғатын қорғау, мәдениетін құрметтеу, тазалығын сақтау. Мен өз елімді сүйемін және оның көркейту үшін еңбек етуге дайынмын. 2021 жылы Қарағанды облысы Қарқаралы қаласының кіреберісіне Қарқабат анаға арнап еңселі ескерткіш орнатылды. Бұл тек ананы дәріптеу ғана емес, қазақ ұлтының тамырына деген тағзым. Ескерткіш ананың даналығы, төзімділігін және тектілігін дәріптейді. Қарқабат ана, Алаштың анасы, ел ауызда ұлы даланың анасы деп те аталып кеткен. Бұл ананың есімі қазақ халқының бірлігін, тамыры және рухани байлығын бейнелейді. Қарқабат ананың ұрпақтары. Қарқабат ана тек тарихи тұлға ғана емес, қазақ ұлтының бірлігін, берекесін, анаға деген құрметтің символы. Қарқаралы Құнанбай Қажы мешітінің құрылысы 1850 жылы басталып, 1851 жылы салынып, мешіт салу жөніндегі 1847 жылы әңгіме қозғалып, арасында күшік тобықты баласы Құнанбай бар. 16 болыс қол қойған аға сұлтан майор Құсбек Таукерұлы мөр басқан мешіт салу туралы акт дуанға тапсырылған. Құнанбай Өскенбайұлы мен Абай Құнанбайұлының құрметіне ескерткіш орнатылды. Таза ағаштан жасалған мешіттің биіктігі 4 метрден асады. Қарқаралы табиғаты көркем, тарихы терең, киелі мекен. Саяхат барысында Қарқаралының әсем табиғатын тамашалап, Қарқаралы мұражайына бардым. Мұнда мен ұлы тұлғалардың өмірінен сыр шертетін көптеген жәдігерлерді көріп, тың мәліметтер алдым. Саяхат барысында алған әсерім зор болды. Қарқаралыдағы табиғаты мен тарихи мұралар әрбір қазақ баласы білуі тиіс ұлттық байлығымыз. Жебе деген мындай оқ болады. Мынау садақ қой. Садақтың жебесі, сол жебенің ұштары сүйектен жасалған, минералдан жасалған. Мынау алтынадан 2010 жылы бізде Қасым ауылынан табылған алтынадан қазір Астанада ұлттық музейде тұр. Киімі алтынадан болғаннан кейін киімі алтыннан жасалған, киімнің узорлары алтыннан жасалған, аттың әбзелдері бәрі алтыннан жасалған. Түсінік ме? Қасым ауылы, мынау жаңағы Қасым ауылының қасынан табылған, алтынадан табылған жер. Мынандай Балбалтас табылған қасынан Мүсінтас дейді бұндай. Бұл жерде әйел адам бейнесі, қолында жаңағыдай құмырасы бар. Егер қолында құмыра, адыс бірдеңе болса, ол жерде бұлақ бар деген сөз. Мысалы, Мүсінтас, бұл жерде ер адам бейнеленген, мұрты бар, құлағы, киім жағасы. Бір қолында бокал бар, екінші қолында жаңағыдай қылышы бар. Демек, бұл бір жерде белгілі бір адам, танымал адам дейді, мысалы, мысалы, немесе жердің иесі қайтыс болып, осылай не тасы, осылай тастар қояды, қолында жаңағы ыдыстасы, значит, ол жерде ішетін су бар деген сөз. Адам ішетін су бар. Табылған Бақ бұлақ, суық бұлақ, едірек сары бұйрат деген жерлерден қола дәуіріндегі ыдыстар. Мынау жаңағы бұл да қола дәуірінде жататын құмыралар, қыш құмыралар. Сенкібай батыр, Қожан батыр және Матақ батыр, жаңа сіз Матақ ауылынсыздар ғой. Міне осы кісінің атында сіздердің ауылдарың осы кісінің атымен аталады. Өйткені сол жер осы кісінің қыстауы болған. Мынау Матақ батырдың мөрдегі печат бар ғой, печат копиясы ғой. Одан кейінгі мынау батырдың сауыты, бұл батырдың сауытын адамдар осы бізде Қарқаралы талантта болған. Міне жебенің ұшы деген қандай болды, келіп көріңдер. Міне мынау жебенің ұштары. Жебе деген садақтың оғы болады, осындай таяқ.
сосын ұшынан андай темірді кигізеді. Сосын аққан кезде мына шоқпарлар болды, шоқпар соғыс қаруына жатады. Ұлы жібек жолының картасы корпусында қызыл жол мен негізгі жол, сосын ақ жол. Сосын жібек жолы одан кейінгі былай батысқа кетеді, негізі одан кейінгі Қоянды жәрмеңкесі деп айтуға болады. Сөйлі 19 ғасырдағы жазу стилі осындай болған. Карталары бар, бүйтіп ашып, хаттар, қағаздар сақталған. Андай перомен жазған, сиясауыт дейді. Промокашка дейді, қате жазып кетсе басып көшіреді. Орыстар да көбінесе қолданылады. Балалар ауылда қолданбай ма? Көрік деген андай, мынау кішісі, мынау үлкен көрік. Жел өрнек былай. Отты қыздырушы, шоқты шоқ үнемі қызықтыру үшін, жаңағы темірді балқыту үшін ыдыс қояды, астына жаңағы шоқ қояды. Шоқ төрлеп тұрады. Сол кезде темір қызады да, ішіндегі темірлер балқиды.